Олай болса, бізде әдептен аспай, бүгінгі концертімізді бастамас бұрын, кешімізді қолдап келіп отырған профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан білім беру ісінің құрметті азаматы, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының сахна тілі маманы Дариға Тұранқұлова ұстазымызды және Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан жазушылар одағының мүшесі, айтыскер ақын Бөрібай Оразымбетов және Халықаралық жазушылар одағының мүшесі Омархан Дәуітов, Игілік журналының бас редакторы, Зумар баспа үйінің басшысы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, қоғам қайраткері, тележүргізуші Меруерт Айтенова ханымды сіздерді ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Бүгінгі құрметті қонақтарымыз, қош келіпсіздер. Және өздеріңізден енді біздің Гүлсім ханым туралы бір ауыз тілектеріңіз болса. Ұстазымыз Дариға Тұранқұловадан бастасақ. Қай жерге барсам, барлық нәрсе менімен басталады. Өйткені менің жолым құтты. Бір осы мынау шығарып кештің куәгері ғана емес, барлық отырғандарыңызға бүгіннен бастап бір үлкен құт қонайын деп отыр. Өйткені бұл жыр кеші, өлең кеші. Қол соғып, бір адам құсап, қаттыра мынау қолпаштап отырыңдар. Арқаланып, мынау әлгі той жасағанда тойдың иелері тойды жасайды, сосын келген тойға келген анау тума туысқандарға жалтаңдап қарап тұрады ғой. Осылар көңілденсе екен, билесе екен деп, кейбіреулер безірейіп отырып қалғанда жанталасады ғой. Сынап отырғандай. Сондықтан айналайын сіңілім, менің сіңілім екенсің, мен де оңтүстіктің тумасымын, бірақ бұл Алматыға келгеніме менің енді 55 жылдан астам уақыт болды. Келіп консерваторияға оқуға түсіп, одан кейін сол мынау актриса болып бітіріп едім, бірақ ол кездегі менің ректорым Ғазиза Ахметқызы Жұбанова бар, өзімнің ұстазым Рабиға Мұқайқыз Қаныбаева, профессор, солар Дариға, сен сорыма қызыл дипломмен бітіріп, актриса болам деп жанып тұрған кезім ғой. Соны мені Москваға оқуға жіберіп, мына үлкен өнер мектебін көтеру керек. Сен білім ғылымға құштарсың, сондықтан сен өлеңді жақсы көресің, өлеңді жақсы оқисың, ақын жазушыларды жақсы көресің деп, содан мен қарғадайымнан 20 жасымнан осы өнер адамдарын, әртістерді оқытатын ұстаз болып кеттім. Мына сіздердің алдарыңызда тұрған, менің мына кинолардың геройы болып тұрған Есімхан деген мен жаңадан бітірген шәкірттерім болып тұрған. Қазір енді мына бірінші курстың балдары, бірінші курс болды, алдыларыңызда өнер көрсетеді. Гүлсім, айналайын, кешің құтты болсын. Өте дұрыс жасап тұрсың. Өйткені өнерлі адам, шығармашыл адам өзін бір анда-санда бір сілкіп алып осындай халықтың алдына шығып тұрмаса, ол өнер деген ары қарап лаулап жанбайды. Өзіңмен өзің бұрышта отырып кітап жаза берсең, ол кім болады? Күйеуіңе ғашықтығыңды, балаларыңа арманыңды айтқаннан ештеңе шықпайды. Мынандай халықтарға, жас ұрпақтарға шашу керек. Мен енді мынау өнер академиясында өнерлі жастарды оқытатын болып оқытқандықтан өзім де өнерді жақсы көремін. Сондықтан мына экранда отырған кезде бүткіл ненің барлығын қарап отырамын. Қалай сөйлейді, бір жұтаң сөйлеп қалса, болмайтын бір орыс тілдерін араластырып жіберсе, жүрегім ауырып, өй қойшы, не болды саған, қазақша айта бермейсің бе деп. Сол енді кім Меруерт журналист отыр, өзім телевидениеден ғашық едім осы қыздың өткірлігіне. Бұл қыз өткір, содан кейін шынайы, жалтылдап, сосын жүзінен жаңағы әзілінде, қалжыңында, ренішінде күлкімен беретұғын осындай бір өткір журналист қыз бар. Журналистердің бәрі жақсы емес, мен көбімен қаспын. Ал бірақ сізбенен мен доспын, айналайын өнеріңіз өрге баса берсін сіздің. Енді көп уақыттарыңызды алмайын. Бұл Абай атамнан артық ешкім айтпаған. Өлең сөздің патша сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Жүрекке, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы дейді. Осындай өлеңдерді жіп жинақы қылып жасайтұғын нені баяғыдан Абай атам ұстаздық жасап өткізіп кеткен. Гүлсім, өлеңіңді тек махаббатқа, жыртын қыртынға жұмсамай, елдің елдігіне арна, мынандай халыққа арна, аш жалаңаш жүрген, жүдеп жүрген халықтың жоқ жітігін көтеретұғын сондай бір үлкен философиялық маңызы бар, патриоттық маңызы бар өлеңдерге жалғастыра айналайын. Біз сіздің болашағыңыздан көп үміт күтеміз. Мына өте әдемі ұлт мақтанышы деген медаль, өте қымбат медаль. Одан да жоғары мәртебеңіз өсе берсін, жолыңыз ашық болсын. Жаңағы мен енді президенттің қолынан 3 дүркін мәртебелі атақтар алған, ерен еңбегі үшін
жаңағы Қазақстан еңбек сіңіргені, құрмет ордені, сондай әнелерді, сондай мәртебеге жете беріңіз. Сонда президент Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы мен сөйлеп жатқан кезде алдыма келіп тұрғанда, мен санамнан бір ой жылт ете қалды. Мен ойладым, апырмай, мен өмір бақи халықтың баласын тәрбиелеп, солардың жақсы адам болғанына мән беруші едім. Бұл біздің елдің, мына оқып жатқан балалардың ата бабаларының әруағы күшті екен ғой, президентіңді сырп еткізіп алдыма әкеп қойды ғой деп, бір сәт өзіме сондай ой туды. Сондықтан мына халықтың ең үлкен ірі талантты Тұңғышбай Жаманқұлов, Досқан Жолжақсынов, Меруерт Өтекешева, кешегі дүниядан озып кеткен Құдайберген Сұлтанбаев, Тоқсын Құлыбеков, Уайс Сұлтанғазин, мынау Лидия Каденова, Бауыржан Ибрагим, осындай менің атақты дарынды шәкірттерім өте көп. Алланың берген бағы шығар. Сондықтан сіздерден, мынау халқым айтып отырмын, айналайын, келген сіздерден туған ұл қыздар барлығының қашанда мәртебелері биік болсын, мерейлері үстем болсын. Халқымның қалаулы, елімнің елеулі, мықты азаматы болып, мынандай талантты әпкелерінің жақсы сөздерімен алға жылжып дами берсін. Сізге ақ жол тіледім, жаным. Рахмет. Біреулерге Алматыны көру арман, ақ маңдайлы Гүлсімді көру арман. Ассаламағалейкум. Сәлем бердім тамашаға бүгін келген елу адам. Мынау Мырзашөл деген өңір бар. Сол Мырзашөл топырағынан түлеп, сол Мырзашөл топырағын елге сап қылып, жариялап, соның атын шығарып жүрген қыздардың, қызда болса, ұлдың, еркектің тірлігін істеп жүрген Гүлсімге бір қол шапалақ. Мен бұның ұстазының ең жақын жолдасымын. Марқұм Әлекең болғанда бұнда келер еді. Ал енді бұл жас қыз еді. Қазір бой жетіп, мынандай толысқан күйде. Қазіргі жастарды бастап, мынандай бастаманы істеу деген біздің қолымыздан келмеді. Апа айтып отыр ғой, еркексің деп. Еркек болып та қолымыздан келмеді. Әйтсе 20 кітап шығардым мен. Бұның ойлаймын мен, жаңағы жұбайы екеуінің бір-біріне деген махаббаты күшті. Ауызбіршілігі мықты, ынтымағы мықты. Бірінің сөзін бір іліп әкетеді. Демейді, қостайды. Ілгеріде бір ерлі-зайыпты болыпты. Сол ерлі-зайыпты екеуі жоғарыда емес, ортада емес, нашарда емес, өте нашар тұрыпты. Өте нашар тұрғанды сондай бір күні әйелін өтініш жасапты. Менің шашым тарайтын бір тарақ әперіңізші деп. Сонда ер айтыпты дейді. Мен мынау ескі сағатымның бауы үзіліп қап еді, соған баудаламай жүрмін ғой деген екен. Сөйтіп жұмысқа кетеді. Жұмыстан қайтып келген кезде бұл ойланып, ескі сағатын өткізіп, сатып, тарақ алады. Тарақ алып келіп, үйіне келіп, мәз болып жаңағы тарақ айтуы, тарақты алды ғой. Үйіне келсе, әйелі ұзын шашын қырқып тастап, шашын сатып, жаңа сағат тап қойған екен. Міне жаңағыдай дейміз ғой, махаббат деп айтамыз ғой. Жоқ, бір-біріне сүйіктілігі, сыйластығы. Мен бәрінен тілерем. Сүйкімді болуын керегі жоқ. Тек сүйікті болшы бір-біріңе. Міне, сүйіктінің арқасында осындай болып отыр. Әйтпесе, ері тек әрі дейтін болса, бұлдан не емаса. 1000 жерден ақын болған. Сен де сол сүйіктілігіңді өмір бақи жалғастыра бер, айналайын. Мырзашөл топырағы киелі топырақ. Ол жерде мен де шыққам. Ал енді мен де шыққам деп мақтанбай қойын, не амайын. Мен кәдім қарапайым, кәдімгі қазақтың ұлымын, ешқандай не емес. Бұл айта кететін бір жағдай. Көкбөрі деген үлкен топ бар, халықаралық,
14 мемлекет қарайды. Сол 14 мемлекет қарайтын Көкбөрі ақын сазгерлер бірлестігінің толық мүшесі. Қол шапалақтап қойыңыздар. Қошеметтеріңіз. Және де АПУ деген ұйым бар. 144 мемлекет қарайды. Қазақстандағы модератор тағы мен де көтерілді ғой. Мен едім. Сол АПУ-дің мүшесі бұл. Құдай қаласа, мен қазір 50 шақты елдің марапатын алдым. Шетелдердің, жаңағы қазірше Франция жоқ, басқасының бәрі бар. Енді бұл Құдай қаласа осы атағы ертеңгі күні сол 144 мемлекет тарайды. Егер менімен суретке түскендер болса, соған шығады. Бәрің асығасыңдар ғой кейін. Ал өзім бар жер шығарам деген. Ал мен мына оң жағында тұрған қызым, бұл қарындас, бұл қазір көресін көрсетеді. Бәрің білесіңдер ғой, я? Көреміз деген, я білесіңдер, я? Көресін көрсетеді. Гүлсім айналайын, мен сені жақсы көргендіктен сол 1000 шақырымна келдім айналайын. Ей, Мырзашөл топырағынан келдім мен бұл жерге. Рахмет аға. Мен кемпіріммен келдім, мен кемпіріммен. Кемпірге өткенбіз біздер. Өткен 70-тегі шал сөйтіп айтады енді. Ал енді саған не тілейміз біз? Сол жақсы тілекті тілеу үшін келдік қой. Мен ықыласымды алшы болды. Басқа ештеңенің керегі жоқ маған. Мен тілегімді бәрі сол жерде. Жүрегіммен жақсы көремін. Сол жүрекпен жақсы көргендіктен шығар. Мен жүрегіме 2 стенд қойдырсам да асылдап келдім осы жерде. Қазір барамда ана жерде демалып отырамын, аяқталғаннан кейін кетермін. Бірақ осының бәрі Гүлсімге деген сағыныштан туып отыр. Гүлсімге деген махаббаттан туып отыр. Гүлсімнің жолы болсыншы осы қыздың. Азғандай да болса осындай тірліктер істеп отыр ғой. Жаңа басында айттық қой. Анау-мынау еркектің қолынан келмейтін нәрсеге тәуекел жасады. Тәуекел түбі желғайғайқынға өтті деген жатыр. Бүгін соның кеші. Бүгін сенің кешің. Бүгін сенің күнің. Құдай қаласа. Ендігі жыл 70 менің жылым. Рахмет. Рахмет аға, қошеметтеріңіз. Ассалаумағалейкум, қымбатты. Мынау Гүлсім Сатыбалдының кешіне келген көрермендер, туыстар, бауырлар, достар, мынау жыр-сүйер, жыршыл қауым. Менің есімім Омархан Алтынбекұлы. Гүлсімді мен шәкіртімде мақтан аламын. Мынау Алаштың ақ бөрісі сөйлегеннен кейін одан адам сөзге де сәл сөз таппай қалады екен. Ақ бөріден кейін не айтарымызды да білмей. Алтыным мынау алдыңғы апаларың сияқты Фаризалардың, Марфуғаның, Ақұштаптың, Алла бұйыртса солардың атақ дәрежесін, солардың биігіне шыққан биігіне көтерілуді Алла нәсіп етсін. Осы жерде тек тілектестерге отыр саған. Осылардың біреуінің тілегі қабыл болса, Алладан 1000 мәртебе шүкір дейміз. Иншалла Алла қабыл етсін. Менің мынау сахнаға шыққанда кейде бір қысылып ыңғайсызданып қалатын жағдайым бар. Өйткені өлең оқымасам кетпейтін. Сондықтан мынау бәріміз өмірде сыйласып өтейік. Сыйластық деген өлеңімді оқып берейін. Ғұмыр қысқа дейміз ау, ғұмыр қысқа, тоқтайтынын білмейміз қайсы тұста. Қысқа ғұмыр қамшының сабындай болып ұстайды екен пыр етіп ұшқан құсқа. Өткен күннен өкініш бар ма сірә, оралмайды мейлі күл мейлі жыла. Кеткен жанды іздейміз айналадан келмейтінін қайтадан біле тұра. Кейде ренжіп дүние тарлығына, қолды бірақ сілтейміз барлығына. Қарап тұрсаң бәріне уақыт емші, сыйласқанға жетпейді барлығы да. Сендер барда төбешік тауымына, елемеспін жаңбырды дауылды да, сендерге ыстық мендегі сағынышты басар едім құшақтап бауырыма. Бағалайық өмірді тірімізде, бауыр болып біріміз бірімізге. Араздасып өтсек те мұны өмірден кетпейтінін білеміз түгімізде. Байлығың да қалады, басқасы да, балашаған кетеді баспасына. Бірге жүрген жандардың кім білет, жер жастанып күн ертең жатпасына. Болсын ауыр тағдырдың жүгі бізге, шүкір дейік осы атқан күнімізге. Өлгеннен соң жылаудың қажет жоқ, сыйласайық көзіміз тірімізде. Көзіміз тірімізде сыйласып осындай бір қолымыздан келгенше көптеп көмектесіп, көтеретін адамды көтеріп,
шығардың биігіне шығаруға атсалысайық. Жалпы бәріміз сіздердің баршаларыңызға рахмет. Алтыным, саған сәттілік. Мынау жолдасың екеуің, атанаң барлығы аман болсын. Алла тек бұл сенің соңғысы болмасын, ең біріншісі болсын. Бұдан кейін де кездесетін жаңағы бұдан да үлкен мынау республика сарайында өте берсін осындай шығармашылық кештерің. Сондықтан аман бол алтыным, саған сәттілік. Сапарың әр уақыт ақ болсын, оң болсын. Өлең деген күн бас жіберді, өзінен өзі тұрып. Кеш өткіздің Гүлсім-ау, бізде келсін. Бізде келдік ат терлетіп, сізде келсін. Қазақтарды аңқау халық деп айтады. Астындағы атын Алтай іздегесін. Гүлсімдердің құдіретін үйде көрсін. Ал ерінің кәсібін түзде көрсін. Құдай, тілегімді бере көрші. Осы қаршадай қыз көп жасап жүзге келсін. Әумин аға, әумин. Айтқаныңыз келсін. Ауып жазып 90 жас жасай қалса, анау қалған 10 жасты бізге берсін. Әумин, айтқаныңыз келсін аға. Өмір деген тәттіде, ащысы көктеу тектіге. Кешірімшілге кеңпейіл, кесірлеу болар кектіге. Сыйғанша тілек тілейік. Құдайдан дейді көп тіле. Жаман да болса әзіз қалсын, демесін. Өтті, кетті де. Рахмет. Ой, көп рахмет аға. Жасай беріңіз аға. Ал халқым, аз болсын, көп болсын, үлкен іс болсын деп сатып алды Гүлсім ханымның шығармашылық кешіне келгендеріңіз үшін, алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін рахмет сіздерге. Алғыс айтамыз. Қолына қалам ұстаған қыздың көп балалы ана болып, азаматын мәпелеп, сырттың жұмысын, тірлігін тастай бітіріп, қос-қос кітап жазып, міне үлкен шаңырақта мынандай профессор әпкелерімізді алып келіп, ағаларымызды сонау жақтан алып келіп тұрған бұл қыздың ерлігіне басымызды иеміз. Шығармашылығыңыз шарықтай берсін. Сіңлім, құрбым, замандасым, жерлесім. Біз енді мына тұрған профессор апайымыздың сіңлілеріміз. Сондықтан да біз осы апайларға лайықты болуымыз керек. Бұл кісілер біздің алдымызда тұрған соң, кімнің сіңлілері дегенде, профессорлардың сіңлілері деген абыройға сәйкес қыздар болуымыз керек. Рахмет. Енді өзім басқаратын, міне 20 жылға жуықтады, игілік журналында Гүлсімнің өлеңдері жарық көрген. Қазір енді осы жердегі үлкен кісілерге сыйлап қоямыз. Және өзім қоғамның белсенді қайраткер қызы болған соң, құрмет иесі деген қоғамдық марапатты алып келіп тұрмын. Соны мінекей халықтың ішінен шыққан нағыз, қазір профессорлар көп, бірақ біздің әпкеміз нағыз совет кезіндегі профессор. Нағыз оригинальный профессор. Профессордың қолынан ырымдап тағыңыз деп, осы медальді сіз тағыңыз. Қошеметтеріңіз, музыка. Қане, қошеметтеріңіз, музыка болса. Гүлсім ханым. Қане, Дариға апайымыз. Қане, қошеметтеріңіз, Қошеметтеріңіз. Қошемет, қошемет. Ханым, сіз өте бақытты адама. Қазақтың қыздары жасай берсін. Қазақтың қолына қалам ұстаған қыздардың белін буатын, бағын жағатын, шығармашылығын шарықтататын халқым аман болсын. Қазақ қыздары жасай берсін. Қошеметтеріңіз. Бір ауыз Гүлсім барынап ән айтып берейін, мен әнші емеспін, бірақ сіздерге ұқсап. Аққұмның бір қаз айы барын кәраттау, сөз айы бар алуа шекер, балдан тәттау игигай, игигай. Адамның өзім көрген абзал екен, айтайын өлең қылып. Перизаттау игигай,
이기기기기기기기가꼬 이기가이 이기가이가꼬 이기가이가꼬 이기기기가꼬 이기가이 이기가이 글슴 이기가이 Қошеметтеріңіз қандай керемет. Дариға Абдыраңқұлова қыздарыңыз